неше түрлісі бар, сырные палочки, фри, крылышки. Ашок. Достар, барына сәлем, сен өмегім мен Бексұлтан және мен Асёка. Достар, бүгін сіздер біздің арнамызға көптен бері күткен видео. Бүгін біз кім соңғы тамақ жеуді тоқтатады, сол 10 000 теңгені ұтып алатын болады дейінше біз көрсетілмей видеомызды бастаймыз. Достар, біз сіздер үшін жанымыз салып өте қатты тырысып жатырмыз, өте көп ақша кетіп жатыр. Сондықтан достар, барымыз дәл қазір осы видеоға лайк басып, мына тұрған қызыл подписаться кнопкасын бәң еткізіп басып сұрылып тастаймыз. Сонымен қатар достар, біз Маки-Макиға үлкен алғысымызды айтамыз. Маки-Маки деген ол сушиден бөлек әртүрлі фастфудтың тамақтары. Бұл Маки-Маки тек қана Астана қаласында емес, бүкіл Қазақстанда бар. Сондықтан достар, егер де сіз суши жегіңіз келсе, пицца жегіңіз келсе, немесе салат, неше түрлі тамақтар жегіңіз келсе, Маки-Макидан барыңызға заказ береміз. Маки-Маки сіздерге рахмет. Біздің бүгін жеп отырған суши пиццамыз барымыз Маки-Макидан. Маки-Маки кайф, просто кайф. Достар, егер де осы видеода 5000 лайк немесе біздің арнамызда 370 000 подписчик жиналатын болса, дәл осындай видеоны біз тағы да келесі бөлімін, бірақ та басқа да тамақтармен түсіретін боламыз. Сондықтан барымыз лайк басып, арнамызға тіркеліп кетейік. Енді біз видеомызды жалғастырамыз, кеттік. Так, достар, біз бұл видеоны 2 жыл бұрын түсіргенбіз, есіңде ме? Ол кезде немен түсірдік біз? Вроде KFC болды. Сосын анамның тәттілер, кола-мола барлығы болды, короче. Бүгін достар, өздеріңіз байқап тұрғанда столды бір қарап өтіңіздер. Кола, пицца неше түрлісі бар, сырные палочки, фри, крылышки. В общем, осындай бізге Маки-Маки осын барлығын дайындап қойғанда рахметімізді білдіреміз. Бұдан басқа да әлі біздің столымыз толады. Асылмұрат екеуміз 5-5 мыңнан бәстесіп отырмыз. Кімде-кім осы тамақты соңғы жеуді тоқтататын болады. Сол в итоге 10 000 теңге ұтып алады. 10 000 теңге бар ма сен конкретно? Конечно. Спордасып тұрсың, болды онда. Кім соңғы тамақ жеуді тоқтатады, сол 10 000 теңгені ұтып алады. Ендеше, бастай бер. Коладан құйып аламын кішкене. Енді достар, өздеріңіз байқап тұрғандай, столда тамақ слишком көп. Бұл бітіре алмаймыз, конечно, бірақ до конца кім соңғы тоқтатады? Коланы құйып алдық. Асылмат, дада шезмесің? Мен дада шеме. Ал мен Асеканы күтетін шыдамым жетпей жатыр, мен кеттім сразу пиццадан бастаймын. Бісміллә. Кайф. Самый главный, әсек тоқтамау керек қанда. Тоқтап қалсаң ол ызласың ғой. Все, болдым деп. Достар, алғанда мен пицца жейтін боламын. Жоғай екен. Чем вообще? Достар, дәл қазір менің қолымда кесілет деген сағат, және де осы сағатқа дәл қазір біз обзорымызды бастаймыз. Жалпы достар, ең біріншіден кесілет компаниясына маған осы сағатты подарок еткендеріне сыйлағандарына үлкен алғысымды айтамын. Себебі бұл сағатымыз енді өте керемет функцияларға бай. Ал ең басында мен бұл сағатты ашқанда қандай реакция болды менде, соны бірге тамашалап келдік. Айбай! Потолок сағат па дедім ғой достар мен. Жалпы енді настройкаға кіреміз. Бұл жақта енді біраз функциялар бар. Осы сағаттың такс келесі ана кнопканы басып артқа жылжытамыз, телефонға кіреміз, адресіне книга арқылы контактыға кіріп бізде адамдарға звонок жасай аламыз. Бұл жақта енді сіздер менің нөмірлерін көрмей қойыңыздар. Мамаға звондайық. Үшін мамаларымызға звондай аламыз. Келесі енді бізде активность бар, спорт жағы бар, жаңа телефон анамнауға кіре аламыз. В общем, музыка, будильник қоя аламыз, частота дыхания, в общем, барлығы өте керемет. Және де сонымен қатар приложение арқылы біз
осы сағатымызды басқара аламыз. Приложение арқылы өте оңай, және де сонымен қатар абойды дәл осылай өзгерте аламыз. Осымен осы лайк басамыз, сілтемесі астыда барлығымыз тіркелеміз, барлығымыз сағатты сатып аламыз. Бағасы өте арзан, астында сілтемесі. Сосын маргарита, мощный, сочный күштігі. Егер де сіздер осындай дәмді суши, пицца, крылышки жегілеріңіз келетін болса, осы маки-макидан заказ берейік бармыз. Астана қаласынан да бөлек Қазақстан бүкіл түкпір бүкіл қалаларында бар. В общем, дәм мощный екен. Енді мен крылышкидан көрейін деп жатырмын. Крылышкидан жейік. Аппетит мощный бізде. Маман. Күшті. Андай бірақ фастфуд күшті тамақтар жағанда шоколадтарға вообще желанием жоқ. Для красоты төрде болайын жайды. Күнейін пицца қандай екен. Кетті ғой. Осылай көрінеді. Курица, сиыр, помидор кетті ғой. Пережізген помидорымыз. Ағам мощный. Что-то Масюк не болды, тойып қалдың ба сен уже? Тойып қалдым что-то. Өзінше. Байқанса ғой, тоқтамаймын. Тоқтамаймын оны. Ал сырный палочка мен достар әрбір нәрседен по чуть-чуть дәмін татып көріп отырмын. Пиццадан көрдім, маргаритадан көрдім, крылышки жедім, фри жедім, мен сырный палочкадан көреміз. Блин, сырный палочка сырға батырып басым істейтін. Шүндегі сыры ермей қатты. Так, достар, мен пицца жедім, фри жедім, енді крылышкидан дәм көрем. Крылышки күштігін жер, ақбызым. Рахат. Достар, тауықтың тауық жеп отқан бір жер көріп жатыр. Такс, жотаны сырный палочка жейтін желание қылып жаман ауыр екен. Енді біз пофиг, главное тоқтатпай жей беруіміз керек, ұра беру керек, сол үшін крылышки жестко ұнады. Ащы сияқты, чуть-чуть. Вообще ащы емес қой. Бұл мен ғана шектеліп қоймаймыз ғой, білесің бе? Тағы да заттар бар ғой. Тағы да бар ма не? Ол дайын болмайдыр осында. Маки бізге арнап тағы да бірдеңе әкелемін дейді ғой. Қазір көресің ғой. Мен сол нәрсе негізі күтіп өзіме күш сақтап отырмын, әлі негізі күшіме де толып отыр астында. Так, достар, кола желаем жоқ. Мынандай мохито фреш алғағым. В общем, что-то үйкім кеп барады, мыналар бар же, сәл ақылға ждаться етіп алғым керек. Енді бұны дауысы ашудың өзі бір бөлек. Ох, что-то қызық кеттің ғой. Ал, жей. Күштігім дәм. Мощный екен. Енді от тамақ жеуге қайтып желание ашып отыр, білмеймін. Что-то не жерін білмей атыр, милковый жеймін мен. Милковый жеймін мен. Сен же не істейсің? Мен сол. Милковый сырын соусқа батырып жейміз бе? Сульфоник. Кім ұтып қалады? Милковыйді бір рет кетчупқа батырып жеп қою керек. Что там? Фа. Мен жеп қоймын. Кішкене батырамыз. Нормально ма? Тағы батырайын. Тағы да отырсың? Все. Нормально ма? Аха. Блин. Қандай екен сочетание? Ой, мен маргарита жеймін достар. Маргарита. Екі соғайлау қанандай тойып кетесің, но сәл сочечный кайф. Не жесің сен, қандай соқ жесің? Тағы да іше берем болма. Тағы да қой давай. Мен кола қоям. До конца қой. Кола қоям.
Taksi endi. O'shim. Mene do'stlar, Ayshaka dada qo'yib olsang, men o'zimga kola qo'yib oldim. Normalmi? Sen ko'rakpa. Sal ishib qo'y. Tiyesi tursin, что hech kim ishingga aytmadi. Do'stlar, примерно birdik. Endi hozir Ayshakaga charsamiz, kim birinchi bo'lsa soqda ishib qo'yadi, sol o'tadi. Al kim ikkinchi bo'lib pishadi, sol o'si sirni pashkani joq qo'yib kerak, ishtagansa. O'yma, sonday narsaga tur. O'shim, basamiz. 1, 2, 3. Men birinchi do'stlar. Просто слишком алгет что-то на. А ты что? Жеңесің ғой? Сырын пашқан жеңді. Армал жоқ жейсін енді. Шауып кетті ғой да. Хотя бы анда сухой болып қатса, бір тоже дадымен бірден кемен тербейтеліп жепсесе. Достар, маған да көп сөйлеп қойттым. Тоқтауға болмайды, сондықтан хотя бы по чуть-чуть фри жеп отырайық. Фри, крылышки сол, жеңілдер солар ғой. Шоколадты өте тойымды. Так, достар, Ayshaka пока сырный палочка жеп жатқан мен крылышки жей тұрамын. Уже осымен 3-ші крылышки. Çok harika sınır başka. Beş sonunda var. Tavuk bilesin başlık, dakansa olsa tasarruf görürük o. Ne? Dakansa cimisin sen, aynen acemi sok bakmaya. Tanıdık platsızsın. Bir türlü kaldı. Короче, достар, bizga mына жақта maki tағы да сушилар әкелден. Ё-моё. Адам деген страшно тойып тұрса, бұлар еще бізге суш әкеп тұр ғой. Тамақ көп. Филадельфия, мынандай аттарын білмеймін енді, сосын мынандай, авашым аттарын білмеймін. Ал енді сушиден де кішкене жейік, соевый соусқа батырып тұрып. Так, достар, мынандай маки-макидің пачкалары бар екен, сонымен қатар. Осы қазір пачкамен енді көреміз қалай болады екен жалпы. Палочкамен жалмай мен негізі. Жепледін жақсы ма шөзі? Ал кеттік. Жема екен ғана. Лосось кәдімгі свежий екен. Что там, мен что тойып отырмын. Әм көрсе? Слушай, мощненько. О, что там даган замазан? Belli veresin be. Belli mi? Evet dedi. Neyse, sushi dәшіп жүріп тойым нәрсе, ішінде күрішім мол. Достар кәдімгі жостық тойып қалдым мен жөді. Дүйхімді күтті прям дада көзім жұмыл. Білесің? Білесің. Жыл олы. Достар, дәл қазір сіздер видеоны паузаға қойып, комментарияға кім ұтатынын жазып қойдыңыздар. Асылмұрат ұтады деп ойлайсыздар ма, немесе мен бе? Мен ойымша 366 подписчиктің 90%-ы Бексұлтан деп жазып қойды. Сол 99% Асылмұрат деп жазып қойды. Саған бір прайс болды. Давай. Çoğdan ben енді крылышкемді жіберіп, арағанай. Мен чөт фастфудтан надо шығып кетті. Мен достар сникерс жеймін, сникерс. Мен чиген жіберіп, чиген дайды. Мека, сен білесің бе осы KFC-дің отаны қандай ел екенін? Білесің KFC-дің отаны Америка құрама штаттары ғой. Кентукки штатында пайда болған ең бірінші. Вече, кім ашқан бұл бұланда? Бұл Сандерс деген полковник аты ашқан сөйлем. Қой, не істеген осында? Ол, короче, осындай өзі тауық создать еткен осындай. Жарный крылышка создать еткен си? KFC расшифровкасын білесің бе? Kentucky Fried Chicken ғой. Білеміз. Kentucky Fried Chicken деген білеміз.
Ол туралы «Зеленая книга» деген фильмнен де көргенмін. Чотам жайсың, KFC білесің жай. Пиццаны одан білесің бе чотам? Білем. Білмейсің сен? Білем. Жоқ, пиццаны одан Италияда. Сен білмейсің пиццаны одан. В общем, солай. Чеген. Кайфеген, бірақ ауыр екен. Что-то пекан. Вообще маза станет. Что, бітесің ба сен? Станет. А? Белый молдин. Самый выше всего. Дай. Что, давай? 10 теңгені қайны енді? 10 тенге. Білем сосын. Толма, точно? Точно. Давай онда. Только кетін достар, давайте. Aşkım gel. Aşık. Doyum aşkım. İşine vurdun mu? Ne istedin? Tuvalete alıp koydun mu? Bir tane aşık koydun mu? Başımda dostlar. Olsun video bitti mi? Ne isteyiniz? Bitti. Yapabilirim. Надо победить. Birinci videoda men o'tib qolmishim o. Bu Neden? videoda men до конца chidadim endi. O'tmoqchi. Что, все bo'ldimi? Точно? Точно. В общем, осындай видео шықты достар, примерно. Ұнаған болса, лайктарыңызды басып, комментарийға керемет пікірлеріңізді жазып кетіңіздер. Что, не дейсің сен енді? Сол комментарийларыңызды жазып кетіңіздер, лайк басып кетіңіздер и астында тұрған подписаться деген кнопканы бәріне басып жіберіңіздер. Сонымен қатар достар, Маки-Макиға үлкен рахметімізді айтамыз. Өте дәмді осындай пиццалар, сушилар, крылышки беріп жатқандарына рахмет. Егер де сіздер де осындай дәмді суши пицца жегілеріңіз келсе, әрине Маки-Макидан заказ беріңіздер. Дәмі супер мощный екен, бірақ та достар, бұл екі адам үшін өте ауыр және де реально асқазан мен ауырып кетті. Мен де бұл жерде уже бергенде отқам, ішім бәрі ауырып кетті, бірақ та асқарат бірінші беріп қойды. Сіздермен болған мен Бексұлтан, Әжека, пока-пока, чао, давайте.